Саламатсыздар ма, қалайсыздар? Бүгін біз тез сіңімді өте жеңіл ораманнан жасайтын боламыз. Бізге ол үшін көкөністер керек болады. Ең алдымен біз көкөністерді дайындамастан алдын қамырымызды дайындап алуымыз керек. Бізге керегі бір кесе су керек, салқын сумен істеймін, жасаймын мен қамырды. Және де бір шай қасық тұз, және де бір жұмыртқа керек болады. Тұз жақсылап ерігені жақсы. Онда жақсылап қамырымызды илейміз. Қамырымыз дайын болды. Осындай тығыздықта иленді. Енді бұны жарты сағатқа тындырып қоямыз демалдыруға. Әр 10 минутта 2 рет қайтаратын боламыз. Сонда нанымыз тегіс әдемі болып жайылып шығады. Ал енді көкөністерді турап бастаймын. Көкөністер турап болды. Енді татымына қарай тұз қосамын. Және де мен осындай кристалл тұзын қосамын. Және бұрыш қосып жақсылап араластырамыз. Егер құрғақ болып қалады десеңіздер, арасына сұйық май немесе құйрық май қосып жіберсеңіздер болады. Мен аздап сұйық май қосамын. Және мен осындай күз айында осылай укропты қатырып қойған едім. Содан бір ас қасық қосып жіберемін. 2 столовый толтырып, сұйық май қосып жібердім. Сонда начинкамыз біздің құрғақ болмай әдемі болып шығады. Міне, начинкамыз дайын. Енді қамырымызды жайып дайындай берсек болады. Жақсылап июі қанған қамырды осылай мен 4 бөлікке бөліп алдым. Әзірге бізге осы 2 бөлігі жетеді. Қазір енді жұқалап жайып начинкасын салатын боламыз арасына. Бисмиллахиррахманиррахим.
Міне біздің қамырымыз өте жұқа әрі бір тегіс болып жайылып шықты. Әсіресе шет жақтары қалың болып кетпеу керек. Ол кезде қалың болған жағдайда арасын оқтаумен осылай тегістеп жұқалап алсаңыздар болады. Енді начинкамызды теңдей екіге бөліп аламыз. Мен екі ораманнан жасайтын болғандықтан екіге бөліп алдым осылай. Енді бір бөлігін ғана қосамыз. Бір бөлігін қостым. Барлық шетіне бір тегіс жағып шығамыз. Енді ораймыз. Екі шетін бекітеміз осылай. Өйткені начинка шашылып кетпес үшін. Және де мына жағында осылай аздап бір-біріне қамырды бекітіп шығамыз. Сонда начинка шашылмайды. Енді ыдысымызды майлап дайын орамананды саламын. Осылай орналастырып алдым. Енді бетіне аздап сұйық майдан жағып шығамын. Өйткені құрғақ болып піспейді. Қайнап тұрған суда 40 минут пісіріп алатын боламыз. Міне ораманан дайын болды. Өте әдемі шыққан сияқты. Қазір енді бетіне подливасын қойып жатырмын. Пияз, болгар бұршын және де қызанақты қуырып алдым майға. Бетіне әсемдік үшін укроп пен көк пияз қоссаңыздар да болады. Міне біздің тамағымыз дайын.